андроидқа жазу үшін біз Google-ға кіреміз. Google-дан Pinduoduo app деп жазамыз. Өзі шығады Pinduoduo app деп. Соны басамыз. Басамыз да бірінші тұрғанға кіреміз. Кірдік. Енді қазір ақша жазу шығады. Мына жерде перевести өзі автоматически не алып кетеді. Соны отмена дейміз да, ақша жазу шығады қытайша, соны басамыз. Бастық. Енді қазір сары қытайша жазу шығады. Сарымен жазылған. Соны басамыз. Ең астында не? Соны басамыз. Бастық. Енді скачивать етіп жатыр. Скачивание жасалып жатыр. Қазір уже бәрі скачивать етілген соң біз установка басамыз. Установить етеміз телефонымызға. Сол кезде бізде Pinduoduo ашылады. Қазір ашылады. Кішкене күтеміз. Бұл жерде мен телефон антивирусқа тексеріп жатыр. Сіздердің телефондарыңызда вирус бар деп, егер Pinduoduoны жазбай тұрса, сонда да сіздер не қыласыздар, скачать ете бересіздер. Ол ештеңе етпейді, ешқандай вирус кірмейді телефоныңызға. Бұл тек Қытай мен Американың арасындағы саясат. Сол үшін бізді Google-дан удалить тастаған Pinduoduoны. Біз сондықтан Play Market'тен удалить тастаған. Сондықтан біз Google-дан жазамыз. Өстіп ашылады, открыть дейсіз. Сол кезде осындай жазу шығады. Біз көк жазуды басамыз. Жасыл емес, көк жазуды басамыз.